Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге термомиксте осындай үлпілдек дәмді бауырсақтарды дайындауды үйренетін боламыз. Осындай дәмді рецепттерді көргілеріңіз келсе, менімен бірге болыңыздар. Ол үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен термомикстің таразысын қосып, 300 грамм сүтімізді құйып аламыз. Келесі кезекте бізде дрож 8 граммдай қосып аламыз. 1 ас қасық қант, 2 минутқа 37 градусқа жылдамдық 2-ге қойып араластырып аламыз барлық сұйықтығымызды. Мінекей біздің сұйықтықтарымыз араласып бітті. Оның үстіне 15 грамм майонезімізді саламыз. 1 шай қасық тұз, 1 жұмыртқа, 30 грамм сұйық май, 600 грамм ұнымызды салып аламыз. 3 минутқа қойып термомиксімізді қамырды илеу деген режимға қоямыз. Мінекей біздің термомиксіміздегі қамырымыз дайын. Осындай жұмсақ, әдемі, үлпілдек болып үйлену қажет. Қамыр тез көтерілу үшін мен осындай салфан пакеттерге салатын боламын қамырды. Яғни қамырымызды термомикстен алып, жақсылап бетін байлап, жылы жерде жарты сағатқа қойып қойсаңыздар жеткілікті. Мінекей жарты сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай пышный, әдемі болып көтеріледі. Енді үлпілдек бауырсақтарымызды жасауға көшетін боламыз. Ол үшін алдымен осылай астына ұнды себелеп, қамырымызды үстіне қойып, домалатып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бізде мінекей 2 зуала қамыр шықты. Мен тек қана 1 зуаласын ғана қолдандым. 1 зуаласының өзі жеткілікті болды бізге. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, оқтауымызбен осылай үйкелеп аламыз. Қамырымызды оқтаумен жайып болғаннан соң кесу этабына көшеміз. Осылайынан 4 бұрышты етіп кесеміз. 4 бұрышты етіп кескен маған ұнайды. Домалақтан қарағанда 4 бұрышты әдемі әрі сәнді көрінеді деп ойлаймын. Кесіп болғаннан соң бауырсақтарымыздың бетін 5 минутқа жабық күйінде қалдырамыз. Бауырсағымыз дайын болғанша плитамызға табамызды қойып, майымызды құйып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғанша бауырсақтарымызды салатын ыдысын дайындаймыз. Яғни май қатты ақпау үшін астына салфетка қойдым. Бауырсақтарымызды осылайынан біртіндеп салып, асты қызарғанша қызартып аламыз. Мінекей біздің үлпілдек, дәмді әрі түрі әдемі көрінетін бауырсақтарымыз дайын болды. Сіздерге де дайындап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.